оқырмандарым, сіздер қыста фарш салынған перец жегілеріңіз келсе, онда осы видеоны міндетті түрде көріңіздер. Біз қыста супермаркеттерден, базарлардан осындай тәтті борщ алсақ, олар қымбат. Ал қазіргі жаздағылар, олар арзан. Біз осы жаз кезіндегі арзан тәтті борщтарды алып аламыз. Сол кезде алып қысқа дайындайтын боламыз. Енді біз тәтті борщтарымыздың басын кесіп, ішіндегі дәндердің бәрін аламыз да, бұларды жақсылап бір үлкен ыдысқа салып қоямыз. Ендігі кезек оларды салқын сумен шаю. Осылай жақсылап шайып аламыз. Тәтті борщтарымызды жақсылап жуып, суын төгіп алдық. Ендігі борщтың ашығын кетіру үшін ыстық су құятын боламыз. Суды өздеріңіз құймаңыздар, ата-аналарыңыздың көмегімен қойыңыздар. Міне, ыстық суымызды қойдық. Ендігі борщтарымызды барынша ыстық суға батырамыз. Ыстық суды бұдан да көп қылып қойсаңыздар болады. Ендігі борщымызды осылай аламыз да, сілкіп құрғақ жерге осындай арнайы құралмен төңкеріп қоямыз. Міне, борщтарымызды ыстық судан шығарып алдық, төңкеріп қойдық. Енді болгар борщтарымыз әбден құрғағанша күтеміз. Ендігі болгар борщтарымыз құрғады. Борщтарымызды алып, бір-бірінің ішіне кигіземіз. Осылай пакеттерге саламыз. Осылай. Әдемілеп саламыз. Біз неге кигізіп салып жатыр деп ойлап жатсаңыздар, бұл көп орын алмау үшін. Енді жақсылап самауыттармен жабамыз. Міне, біздің болгар борщтарымыз дайын. Бұны енді тоңазытқышқа салу ғана қалды. Сіздер қыста тоңазытқыштан алып, ішіне дайын фаршты салып, пісіре берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.